2020 жылдың қысы мен көктемінде бүкіл әлем бұрын соңды болмаған күрделі жағдаймен бетпе-бет келді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы көңіл көншітпейтін статистика негізінде 11 наурызда коронавирустың жаңа түріне байланысты пандемия жариялады. Әлемнің барлық дерлік елінде қатаң карантин енгізіліп, мемлекеттік шекаралар жабылды. Өзге мемлекеттердегідей, Қазақстанда да елді мекендер арасында қатынауға тыйым салынды. Ал қысқа мерзімді демалысқа жіберілген тұрғындар оқшаулануға көшті. Жағдайдың күрделі екенін түсінген әрбір мемлекет әлеуметтік тұрақтылықты сақтап қалу үшін шағын және орта бизнесті қолдауға қыруар қаржы бөліп, халыққа уақытша жәрдемақылар төледі. Қиын кезеңде дәрігерлер, құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен әскерилер жұмысын жалғастыра берді. Сондай-ақ қоғамның тіршілігін қамтамасыз ететін стратегиялық кәсіпорындарда қызметін тоқтатқан жоқ. Оларға ең алдымен энергетика саласының компаниялары жатады. Қазақстандық энергетиктер елімізде 16 наурызда енгізіліп, тек 11 мамырда ғана алынып тасталған төтенше жағдай тәртібі кезінде жұмысын жалғастыра берді. Күрделі кезеңде атқарылған жұмысты қорытындылайтын болса, еліміздің энергетиктері коронавирустың бірінші толқыны кезіндегі сын тегеуріннен сүрінбей өтті деуге болады. Сала қызметкерлерінің табанды еңбегінің арқасында төтенше жағдай кезінде елді мекендерді энергиямен қамтамасыз етуде бірде-бір ақау не апат тіркелген жоқ. Бұл төтенше жағдай бәрімізге тексеріс болды. Біздің энергетика саласының басшылары үлкен жұмыс атқарды. Біріншіден, әр жұмыскерді жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етті. Түсініктеме жұмыстарын жүргізді. Содан кейін күнделікті біздің жұмыскерлердің денсаулығын қадағалауға алды. Соның арқасында бізде ешқандай күдіріс болмай, экономика саласын елді электр және жылу энергиясымен қамтамасыз етіліп отырды. Салада 15 адам коронавирус ауруына шалдығып, 481 адам контактыда болды. Соның өзіне қарамай, мекеме басшылары, біздің кәсіподақ белсенділері және әр жұмыскер өзінің жұмысына өте байыпты қарап, жауапкершілікпен қарап, үлкен жағдайдан осы сынақтан өтіп жатырмыз. Мен әр қайсына рахмет айтқым келеді. Мекеме басшыларына, әр жұмыскерге осындай үлкен жұмыс атқарып жатқанына. Энергетиктердің айтуларынша, карантиннің арқасында олардың вирусты жұқтыру қаупіне қарамастан жұмысын жалғастырған әріптестеріне деген құрметі тек арта түскен. Бір ғана Самұрық энерго кәсіпорны шамамен 2 ай ішінде 4 миллиард 984 миллион киловатт электр энергиясын өндіріп, 9 миллион 462 мың тонна көмір жеткізген. Ал жылу энергиясының өндірілген көлемі 1 миллион гигакалорийден асады. Бүгінде барлық электр станциялар, аймақтық электр желілік компаниялар мен көмір разъездері штаттық тәртіпте жұмыс істеп, тұтынушы алдындағы міндеттерін орындап келеді. Төтенше жағдай тәртібі кезінде энергетиканың барлық кәсіпорындарында қызметкерлердің коронавирусты жұқтыруын болдырмау үшін алдын алу шараларының жоспары әзірленіп, әрекет етудің жедел штабы құрылды. Кәсіпорын аумағы мен орталық кеңсеге тек тепловизордан өту арқылы кіруге болатын. Бөлмелердің барлығы үнемі залалсыздандырылып отырды. Қызметкерлердің жұмыс орнына қауіпсіз жету үшін жолаушылар арасындағы арақашықтықтың сақталуы мақсатында қосымша автобустар тартылды. Көліктердің барлығы әрбір сапардан кейін антисептикпен өңделіп отырды. Қызметкерлердің түгеліне қорғаныс маскалары тегін таратылды. Кәсіпорындар өз ақшасына маска мен медициналық қолғаптың 10 мыңдаған данасын, антисептикалық сұйықтықтың мыңдаған литрін, жүздеген медициналық термометр, қабырғаға ілінетін санитайзер мен бетті қорғайтын қалқандар сатып алды. Респираторлық ауру белгілері бар қызметкерлер жұмысқа жіберілген жоқ. Осы ретте қызметкерлердің бір бөлігі қашықтан жұмыс істеу тәртібіне көшірілді. Шығыс Қазақстан бойынша үйден жұмыс істейтін қызметкерлер үлесі 1%-дан аспады. Ал қалғандары үшін жұмыс күні 1,5 сағатқа қысқарды. Соған қарамастан бәрінің жалақысы сақталып қалған. Ал Атырау облысында станция қызметкерлеріне 13-ші жалақы төленіп, қиын кезеңде энергетиктерге қолдау көрсетілді.
Весь персонал нашей станции. Қызметкерлерге карантиндік шаралар жайлы ескертілді. Бөлмелерді белгілі бір кесте бойынша залалсыздандыру жұмыстары жүргізіліп, қажетті санитарлық нормалардың барлығы сақталуда. Сондай-ақ бақылау өткізу бекеттері орнатылған. Онда адамның дене қызуы өлшенеді. Егер күдіктілер болса, олар тексеруден өту үшін ауруханаға жіберіледі. Бәрі тезірек бітсе екен, әбден жалығып кеттік. Қазір бір кісі 3 адамның, 5 адамның жұмысын істеп жүр. За троих, за пятерых. Станция қызметкерлерінің бір бөлігі ауылды аймақта тұратындықтан, олар қалаға жайғастырылып, жүріп тұруға кететін шығындардың барлығы өтелді. Мәселен, Алматыдағы 3-1 электр станциясының кәсіподағы пәтерді жалға берушілермен 200-ге тарта келісім шарт жасаған. Қазір төтенше жағдай тәртіп алынып тасталса да, барлық энергетикалық кәсіпорындарда карантиндік шаралар сақталып отыр. Карантин кезіндегі тәжірибеге сүйене отырып, энергетикалық кешендердің төтенше жағдайда жұмыс істеуінің арнайы тәртіп әзірленді. Бұл бекер емес. Өйткені дәрігерлер биыл күзде коронавирустың 2-ші толқыны басталуы мүмкін деп болжап отыр. Сондықтан қазақстандық энергетиктер кез келген сын тегеурінге дайын болуы тиіс. Біз біргеміз!